Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз молочная девочка, яғни сүтті қыз тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа және 10 сгущенка қажет. Осы екеуін миксерлемес бұрын біз таймерді алып, уақытқа, яғни 5 минутқа уақытқа қойыңыздар. Сонда, егерде уақытылы істейтін болсаңыздар, сіздердің корждарыңыз көтеріліп, өте жұмсақ пісетін болады. Ал кеттік, таймерімізді 5 минутқа қойып, сгущенка мен жұмыртқамызды миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамыз бен сгущенкамызды 5 минут жақсылап миксерлеп болған соң, ұнымызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстіне 1 чайный ложка сода салып, ұнды араластырамыз. Менің сіздерге айтар ақылым, егерде сіздер қандайда бір торт, пирог пісіретін болсаңыздар, ұнды бір тестен барлығын бірге салуға болмайды. Барлық кез келген пирогта, тортта ұнды бөліп салу керек. Оның барлығын мен видеода көрсетемін. Ең алдымен 3 қасықтан бөліп салатын боламын. 3 қасық салдым, сосын миксерледім. Одан кейін қайтып 3 қасық салам, миксерлеп, солай бөліп саламын. Сіздер де солай істесеңіздер, сіздердің корждарыңыз өте нәзік, өте әдемі болып шығады және де көтерілетін болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды, барлығын салдық, миксерледік, өте әдемі құрамда шықты. Егерде сіздерде мен сияқты пергамент қағазын көп қолданғыларыңыз келмейтін болса, осындай ыдыстың астын алып, яғни мен ойлаймын бұл ыдыс барлық үйде бар деп, осы ыдыстың астын алып, видеода көрсетілгендей майлаймыз. Ол май ертілген май болмауы қажет, холодильникте тұрған май болу керек. Осы майды алып, ыдысымызды жақсылап майлаймыз. Сосын біздің салмамыз, яғни қамырымызды үлкен 3 қасықта салатын боламыз. 3 қасық салған соң, видеода көрсетілгендей туралап, жан-жақтарын реттеп әдемілейміз. Содан кейін 10-15 минутқа пеште пісіріп алатын боламыз. Пісірген соң, видеода көрсетілгендей шеттерін пышақпен алатын боламыз. Яғни көтеріп, бір тестен алып тастауға болмайды. Туралап шеттерін видеода көрсетілгендей ашып аламыз. Сосын барып пышақты ортасына қарай бір өткізетін боламыз. Видеода барлығы көрсетілген, мұқият қарасаңыздар болады. Міне менде осындай әдемі, өте жұмсақ, жақсы көтерілген 9 корж шықты. Осының барлығын енді жинайтын боламыз. Көп оқырмандар менен сұрап жатады, қандай сливки, қандай творожный сыр қолданасыз деп. Творожный сыр крем-чиз, ал сливки болса Чудское озеро 33-35% қолданамыз. Скрин жасап алыңыздар. Ең алдымен творожный сыр мен қантымды жақсылап миксерлеп алатын боламын. Сосын барып сливкимді құямын. Торт жасаудағы ең оңай ол крем жасау деп ойлаймын. Барлығы видеода көрсетілген, түсіндірілген, жақсылап қарап жасасаңыздар болады. Ең алдымен біз тарелкемізге қоймас бұрын мен тортымыз қимылдап кетпес үшін астына кішкене ғана кремді жағып қоямын. Сосын барып, уже корждарымды жинайтын боламын. Біздің корждар өте жұмсақ, өте жіңішке болғандықтан кремді де дәл сондай өте жұқа қылып жағуымыз керек. Және де сіздерде егерде осы видеода көрсетіліп тұрғандай кальцо болатын болса, өте жақсы. Кальцоды жинаған негізі тортты өте ыңғайлы, өте ұқыпты болады деп ойлаймын. Сол себептен кальцоларыңыз болса, міндетті түрде кальцоды жинаңыздар. Әрбір коржды кремнен кейін үстіне қойған соң, міндетті түрде осы картоп езетімен
үстінен басып отырыңыздар. Қолмен немесе қасықпен істеудің қажеті жоқ. Осымен картоп езгішпен үстінен басып отырсаңыздар өте сінеді және өте аккуратны шығатын болады. Міне, менің уже тортым почти дайын болды. Барлығын видеода көрсеттім, мұқият қараңыздар. Дайын болған тортты бетіне пищевой пакетпен салып, холодильникке салып қоямын 30-40 минутқа. Енді осы торттың сыртына крем жасайтын боламыз. Оған творожный сыр және қант тұтығы және де сары май қажет болады. Креміміз дайын болған соң сыртын қаптаймыз, сыртына жақсылап жағып, туралап аламыз, тегістеп аламыз. Сосын барып өздеріңіздің фантазияларыңызбен, идеяларыңызбен және де үйдегі бар заттармен әсемдесеңіздер болады. Мен жаңғақты алып, блендерден өткізіп, сыртын әсемдедім. Тортымыз видеода көрсетіліп тұрғандай өте дәмді, жұмсақ және де биік болып шықты. Ешқандай да жабысып қалу болған жоқ, өте әдемі. Барлығын түсірдім деп ойлаймын. Сіздерге өзімнің істегенімді жеткізе алдым деп ойлаймын. Жақсылап қараңыздар, мұқият қараңыздар және де астына жазған құрамды осыдан асып кетпесін немесе кем болмасын. Барлығын таразыға салып әдемілі жасасаңыздар, дәл осындай болып шығады. Назар қойып, мұқият қарағандарыңызға өте алғыс білдіремін. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асем Аннасова. Менің осы каналыма подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.